Сәлем. Бұл видеода вышивальный машинада тігу барысында егер моток болатын болса, қандай шешім бар, соның лайфхагын көресіз. Мысалы, вышивка барысында артында осындай моток болып қалды. Мына жерде бір дыбыстар шығады, тықылдаған. Ол үшін не істеу керек? Сіздер аласыздар, мынаны алып тастайсыздар. Тап болсын. Сіңген мына жерде тазалау керек мынаның бәрін. Осындай груша қолданасыздар. Өйткені жіптің кішкентай бөліктері, солардың бәрі кедергі болуы мүмкін. Сіңген мынаны аласыздар. Сол бүкіл шаңды аласыздар, бірінші сүртіп аласыздар. Полностью сүртіп аласыздар. Потом мынаның ішінде шаң болады. Бірақ міндетті түрде мына машинканы сөндіру керек. Өйткені техника болғандықтан ол сбой берсе тік жіберу мүмкін. Абайлау керек. Шаңның бәрін сүртіп аласыздар. Көрдіңіздер ме? Сіңген аласыздар да, мынандай арнайы болады машинканың өзінде. Клинер. Соны аласыздар да. Матаға тамызасыздар. И потом уже сүртесіңдер. Уже таза болады. Кішкене біраз уақытқа уже таза болып тұрады. Сосын аласыздар да, мынаның ортасында арнайы кішкентай губка сияқты бар, соны бір-екі тамшы жасайсыңдар. Все. Енді аласыздар да, осындай қарапайым майды аласыздар. Бытовое масло. Или егер де сіздерде арнайы май болса машинкаға, соны осындай кішкене матаға аласыздар да. Мынау қара детальдің жиектерін аласыздар да, майлайсыздар. Не үшін? Осы майлау кезінде, егер майлап қойсаңыздар, осы жиектер негізі темірмен қажалады. Қажалған кезде уже проблемалар болады вышивка барысында. Егер сіздер майлап қойсаңыздар, онда ол жақсы жүреді. Бұл процедураны айына примерно 1 рет жасау керек кем дегенде. Егер де жиі жасауыстырыңыздар, онда еще лучше, өйткені любой машина майды жақсы көреді. Орнына қойасыздар. Все, енді табуны жабамыз.